Тікелей эфирде жаңалықтар. Қызылордада Достық үйінің су жаңа ғимарат ашылды. Облыстық мекемелер үйінің жанынан бой көтерген нысан Қазатомөнеркәсіп ұлттық атом компаниясының демеушілігімен салынған. Аталмыш ғимаратқа аймақтағы этно-мәдени бірлестіктер мен Қазақстан халқы ассамблеясы жанындағы ұйымдар қоныстанбақ. Тақырыпты тілшіміз тарқатсын. Бүгінде Сыр өңірінде 35 этнос өкілі тату-тәтті өмір сүріп келеді. Жүзі басқа болса да жүрегі бір жандар үшін бұл тарихи сәт. Жаңа жылдағы алғашқы нысанның ашылу салтанатына Қазақстан халқы ассамблеясы төрағасының орынбасары Марат Әзілханов, парламент сенаты мен мәжілісінің депутаттары және Қазатомөнеркәсіп ұлттық атом компаниясының басқарма төрағасы Мейіржан Юсупов арнайы келді. Аймақ басшысы жаңа ғимарат ел игілігіне қызмет ететінін айтып, ізгі бастамаға атсалысқан азаматтарға алғыс білдірді. Біздің өңірдегі салынған Достық үйі мемлекет басшысының тапсырмасымен Қазақстан халқы ассамблеясының 30 жылдығына орай салынды. Бұған қолдау білдірген, өздерінің қаражаттарын жұмсаған Қазатомпром ұлттық атом компаниясына, компанияның басшысы Мейіржан Бақтыұлына, Самұрық қазына компаниясына, компанияның басшысы Нұрлан Қаршығалыұлына, жерлестердің атынан, жеке өз атымнан шынайы ризашылығымды алғысымды білдіремін. Осылайша өңір жұртшылығының қатысуымен Достық үйінің жаңа ғимараты салтанатты түрде ашылды. Аумағы 3,5 мың шаршы метр болатын 3 қабатты нысан заманауи үлгіде жабдықталған. Достық үй ғимаратының іргетасы өткен жылдың мамыр айында қаланды. Міне жарты жылда толықтай аяқталып пайдалануға беріліп отыр. Мұнда татулықты ту еткен түрлі этнос өкілдері өздерінің құндылықтарын құнттап, көпшілік шаралар ұйымдастыруға жан-жақты жағдай жасалған. Жаңа нысан Қазатомөнеркәсіп ұлттық атом компаниясы акционерлік қоғамының демеушілігімен салынды. Жобаға 3 миллиард 800 миллион теңге қаржы жұмсалған. Мұнда өңірдегі 11 этномәдени бірлестік өкілдері мен Қазақстан халқы ассамблеясы жанындағы журналистер клубының мүшелері орналаспақ. Сондай-ақ сарапшылық топ, этномедиация секілді қоғамдық ұйымдарға да арнайы жабдықталған кабинеттер бөлініп отыр. Осы киелі шаңырақта қазір біздің 11 этностың өкілдері жағдай жасалып бәрі орналасты. Қара шаңырақта олардың өздерінің ұлттық бағыттағы ұлттық танымдық дәстүрлерін өткізуге және де мәдени шараларын өткізуге көп мүмкіндіктер жасалынған. Кен залымыз бар және 2 конференция зал орналасқан. Сонымен қатар балалардың бимен шұғылдануы үшін оларға да мүмкіндіктер жасалынған. Осылайша аймақтар арасында Түркістан облысынан кейін Сыр өңірінде заман талабына сай Достық үй ғимараты ашылып отыр. Байырқалы бастамаға куә болған түрлі этнос өкілдерінің көңілі шат. Біз Қызылорда елінің қырғыздарымыз. Біздің мекеніміз негізі бұрынғы Қазалдан келіп, сол Қазалда қоныстанып, қазіргі таңда 5-6 мыңдай қырғыздар бар осы есеп бойынша. Бұған ата-бабаларымыз келген. Сол қазір бүгінгі таңда мына ғимаратты беріп жатыр. Бұрынғы ғимарат бұрынғы кинотеатр еді ғой. Қазір мынау именно өзі Достық үй деп салынып, әрбір этнокультурный центр мәдени орталықтарға кабинеттерін беріп. Бұл тек этномәдени бірлестіктердің жұмысы емес, жастарды да әртүрлі бағыттағы жобаларды іске асыратын үлкен ғимарат болып табылады. Алдағы уақытта да қайырымдылық, патриоттық түрлі шараларды, осы тың идеяларды осы жаңа Достық үйінде іске асырамыз деген ойдамыз. Жалпы Сыр өңірінде тек бюджет қаржысына иек артпай, осылай демеушілік негізде қыруар шаруа атқарылып жатыр. Соңғы 3 жылда 20-дан астам әлеуметтік нысан атымтай азаматтардың қолдауымен салынған. Ал тартылған қаржының өзін дер кезінде сапалы игеру маңызды. Осы орайда жиында құрылыс жұмыстарын жүйелі жүргізген сала мамандары мен татулықты ту еткен этномәдени бірлестік мүшелері марапат төрінен көрінді. Елжас Әбділда, Ғалымжан Қожақов, Төрехан Әділбекұлы, Қызылорда телеарнасы.